Өте дәмді жасмық сорпасын дайындаймыз. Ең алдымен табамызға май құямыз, сұйық май. Қыздырамыз, үстіне жуаны салып қуырып, содан соң ұнымызды салып қуырып, томат пастасын салып қуырып, сәбізімізді салып, тағы да қуырып, бетін жауып бұқтырып аламыз жұмсарғанша. Содан соң үстіне картопымызды саламыз, тағы да қуырып алып, тұз салып, содан соң су құйып, бір қайнатып аламыз. Енді үстіне жасмықты салып, тағы да жасмығымыз әбден піскенше араластырып аламыз. Енді жасмық пісейін дегеннен кейін үстіне лимон суын, содан соң жалбыз болса кептірілген содан салып пісіріп аламыз. Әбден жасмығымыз піскеннен кейін езіліп, осылай блендердің көмегімен езіп аламыз. Осымен сорпамыз дайын.